Сәлем достар, бүгін осындай бауырсақтар дайындайтын боламыз. Оған біз 100 мг кесеге жылы суға 1 шай қасық қантпен дрожжды салып қоямыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз, 250 мг жылы сумен 250 г сүтті құйып, оның үстіне 1 жұмыртқаны жарып, жақсылап шайқап аламыз венчигімізбен. 90 грамм сұйық майдан қосамыз. Менде шемішке май. Осы сұйықтыққа кеседе тұрған дрожжымызды салып шайқаймыз. Шайқап болған соң 750-800 грамдай ұнды саламыз. 750 грамды салып алып, егер аз болса дағы 50 грамм қоссаңыздар болады. Егер жетсе қоспасаңыз да болады. Солай жақсылап елеп алып, оны жылы жерге үстелдің үстіне қойып қоямыз көтерілгенше. Ал біздің қамырымыз дайын болды, көтеріліп, жүп-жұмсақ болып, оның үстінен кішкене май құйып жіберіп, мен қолыммен осылай аламын. Одан кейін барып, оқтаумен бір тегістеп жайып аламын. Кішкене қалыңдау аламыз қамырды. Одан кейін барып, стакан немесе пышақпен неше түрлі формада кесіп аламыз. Өз қалағаныңыздай. Домалақ қыласыз ба, төртбұрышты қыласыз ба. Содан кейін барып, полиэтилен мешокпен, целлофанмен жауып қоямыз 25 минут, 30 минутқа көтерілгенше. Қамырларымыз тұрып, бауырсақтарымыз дайын болды, қазір пісіреміз. Вот бауырсақтарымыз дайын. Бауырсақтарымыз дайын болды. Осындай қып-қызыл әдемі болып қуырып аламыз. Егер сізге менің рецепттерім ұнаса, менімен бірге пісірген ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркелуді ұмыт кетпеңіздер. Жақындарыңызбен менің рецепттеріммен бөлісіп отырыңыздар. Сау саламат болыңыздар.